Елестетіп көріңіз, допты қабырғаға лақтырсаңыз, ол өтпейді. Ал кванттық әлемде бөлшектер қабырғадан өтіп кетуі мүмкін. Бұл ешқандай да қиял емес. Бұл туннельдік эффект. Классикалық физика бойынша, егер бөлшектің энергиясы бөгеттен аз болса, ол өтпейді. Міндетті түрде кері қайтады. Мысалы, тауға секіру үшін күш жетпесе, тау асып кете алмайсыз. Бірақ атом әлемінде бұл заң бұзылады. Туннельдік эффект. Бөлшектің энергиясы бөгеттен аз болса да, оны ықтималдықпен өтіп кетуі. Неге бұлай болады? Өйткені кванттық физикада бөлшек толқында бола алады. Оның толқындық функциясы бөгет ішінде нөл емес. Яғни, бөлшектің өтіп кету ықтималдылығы бар. Бөлшек толқын сияқты болса, ол бөгетке келгенде бірден тоқтамайды. Ол толқынның бір бөлігі ретінде бөгеттің арғы жағына сіңіп кетеді. Сол себепті энергия кейде жетпесе де электрон өтіп кетеді. Бұл квантта ықтималдықтың көрінісі. Туннель арқылы өту ықтималдылығы шамамен былай жазылады. Бұл жердегі m бөлшектің массасы, ал u бөгеттің биіктігі, e бөлшек энергиясы, ал А дегеніміз бөгеттің ені, ал мұрты бар аш редуцирленген Планк тұрақтысы. Өмірдегі нақты мысалдарды айта кетсем, сканерлеуші туннельдік микроскоп атомдарды көруге мүмкіндік береді. Радиоактивті ыдырау кезінде альфа бөлшектер ядродан туннель арқылы шығады. Туннельдік диодтар жылдам электроникада қолданылады. Күннің жану процесінде протондар туннель эффектісімен бірігеді. Егер сізге видео ұнаған болса, лүпіл басып, арнаға тіркелуді ұмытпаңыз.